Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кешкі асқа бризол жасап үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірге жасап үйренейік. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Бүгінгі біздің кешкі асымызға, яғни бризолімізға керек заттар. Жұмыртқамыз қажет болады, 1 килограммдай фаршымыз қажет, 2 жуа, тұз, қара бұрыш, сумай бізге қуыру үшін қажет болады, және бризольдің ортасына помидорымызды саламыз. Оны қазір бірге жасаймыз бәріміз. Қажет заттар. Біз енді қазір жуамызды ашып, тазалап, блендер миксерден өткізіп аламыз фаршымызға. Осы жуамызды блендерімізға салып, фаршымызға енді езіп аламыз. Мінекей, жуамызды осылай блендерден өткізіп аламыз. Енді фаршымызға салып, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап фаршымызды езіп аламыз. Мінекей, дәміне қарай тұзын, қара бұрышымызды салып, фаршымызды езіп алайық. Енді осы фаршымызға бір жұмыртқа салып алып, тағы бір араластырып аламыз. Болды, фаршымыз дайын. Жұмыртқа қосатын себебіміз фаршымыз майға пісіргенде шашырап кетпес үшін. Салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Бірақ бүгін біз салайық. Ал достар, енді осы фаршымыздан круглый бізге шарик жасап алайық. Өзімізге қазір жайып, қуырғанымызға ыңғайлы болатындай. Осындай формада фарштан котлетки жасап алайық шариктарымызды. Мінекей, фаршымызды круглячок жасап алдық. Осындай дөңгелек шариктер жасап аламыз. Енді пісіруге кірісеміз қазір. Енді біз бризолімізді сковородқа қуыру үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың бәрін езіп дайындап алайық. Жұмыртқамызды езіп, осыған 100 граммдай сүт қосамыз.
100 миллиграмм. Жұмыртқамыз жақсылап езіп алып, 100 граммдай. Тағы да езіп аламыз. Болды, жұмыртқамыз дайын болады. Енді фарштарымызды осылай ұнға аунатып, фаршымызды жаямыз. Негізі пищевой пленкаға екі жағынан қойып жай басаңыздар да болады. Маған бірақ осылай ыңғайлы тарелкаға бәріне сала салғанға. Өңке фаршымызды осылай оқтауменен жайып аламыз. Енді тарелкамызға жұмыртқамызды құйып, осы жайылған фаршымызды жұмыртқамызға салып, қызып тұрған сковородкаға пісіреміз. Мінекей жұмыртқамызға мен бірге осылай сковородкамызға құйып, екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Былай болып шығады. Мінекей жұмыртқамыздың арғы беті көріп тұрсыздар. Мына жағын барлық фаршымызды, яғни бризолімізді осылай екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Мінекей біздің бризоліміздің бәрін пісіріп алдық. Енді осы бризолдің ішіне салғанға, жаққанға бізге майонез бен кетчуптан начинка жасап алайық. Соус деп айтса да болады. Майонез бен кетчупты араластырып жасаймыз. Мына біздің бризоліміздің ішіне жағатын соусымыз деп айтсақ та болады. Бұл туралы берсін. Енді бізге қызанақ керек. Қызанағымызды майда көбіктеп турап аламыз. Бұл да бризолдің ішіне салғанға қажет болады. Ал енді осы бризоліміздің ішін алып, начинкамызды жағып, начинка жақсаңыздар да болады, жақпай қойсаңыз да болады, өз еріктеріңіз. Бірақ мына начинка жағып, ішіне помидорды салсаңыз, бризоліңіз сочный болады. Барлық бризоліміздің ішіне осылай немен соуспенен помидор салып жасасаңыздар да болады, немесе огурцы маринованный салып жасасаңыздар да болады.